Ал онда жақсы естіліп тұр. Естілді дейді. Ал онда біз енді сабағымызды жалғастырсақ, біз алдыңғы жолы сабағымызда деректердің жаңағы қандай типтеріне байланысты типтердің аралықтарын үйреттім екінші дәрежесі бойынша. Біраз елдердің айтқан нәрселерін түзелдіру жүріп жатыр. Мынандай сандарды енгізу, мысалдар тұр. Сізде қарап алсаңыз қандай бүтін сандар, қандай аралықта сандар қалды. Қабылдайтын. Міне бөлшек сандар, міне флоуттар, міне char тип, boolean. 4 группаға бөлген болатынбыз. Соның бәрін қарастырған болатынбыз. Енді бізде алдыңғы сабағымызда біз мынандай тақырыпқа келіп аяқталғанбыз. Классы оболочка деп, оболочка класс деп не қылғанбыз. Өйткені ол жерде біздің жаңағы базовый типтерімізді, негізгі типтерімізді, мысалы int мәндерімізді оны класстардың ішіне салу керек болатын. Сонда олардың ішіндегі мәндері, класстың ішінде тұрған мәндер, объекттің ішіндегі класстар мәндері осындай базовый типті intке 10 деген сан берсек, сол 10 деген мән осы жерде сақталады. Бірақ бұл integer класс болғандықтан бұған әлі де барамыз. Бұған аса қатты көңіл аудармаңыздар, немесе оқысаңыздар болады. Класс және объект деген тақырып болады. Сол кезде өздеріңіз келе түсінесіз. Бұл сабақ негізі 0-ден болғандықтан біз кейбір жерлердің тақырыптарын секіріп өтіп кетеміз, бірақ болашақта қайтадан айналып келеміз. Сұрақ бірінші главадан бастамай біз екінші глава өтіп кеттік. Өйткені бізге қарапайым нәрселер үйрену керек болды. Int типтермен жұмыс істеуді үйрену болды. Енді біз келесі өтетін нәрсеміз салыстыру операторы. Орысша айтқанда ол оператор условно перехода. Бұл жерде мен ножницамен әтей кесіп алдым, түсіндіру үшін, жақсы болу үшін. Мынаны үлкейтейін, көрінеді деп ойлаймын. Шартты оператор. Ол біздің өміріміздегі код жазған кезде сендер болашақта бүкіл логика, сендер Java-дан backend разработчик боласыңдар болашақта, осыны бітіріп жұмысқа орналасқан кезде. Сонда сендер ішкі механизмді жазасыңдар. Іште қандай санаулар жүргізу керек екенін. Мысалы айтқанда, біздің өмірімізде программированиеде backend жағында сіздер ішкі логиканы жазғандықтан сіздер әрқашан келген деректерді салыстырасыздар. Ол уже салыстыру арқылы біз ол шарттар қоямыз. Ол мысалы депозит жайлы айтайық. Депозиттің жаңағы ақшасы мысалы 1000 теңгеден жоғары болса, оның пайызы 8% деп қоямыз. Шарттар сөйтіп есептеулер жүргіземіз. Бүкіл нәрсе программирование өмірімізде қолданатын нәрсеңіз if және циклдар, массивтер, сол деректердің айналасында жұмыс істейміз. Ал объекттер деген сол деректердің жиынтығынан жиналып, соның ішіндегі ақпараттың қандай өзгерісін мәндерін қарап отырамыз. Сол үшін объект бір-бірімен байланысады. Ол объект жайлы тақырыпқа қатты көңіл аудармаңыздар. Біз қазір қарапайым есептер шығарамыз, қарапайым тілмен түсіне тырысамыз. Мысалға, өмірде енді қараңыздар. If мына жерде, мына жердегі if, мына жердегі if'іміз және else'іміз байқасаңыздар белгіленіп тұр. Қара әріппен үлкен жирный әріптермен белгіленіп тұр. Өйткені if, else деген бұл кілттік сөз Java-да. Сонда біз айнымаларды if, else деп ат қоя алмаймыз. Өйткені резервтелген бұл сөздер. Енді қазақша аударған кезде if десек, ол орысша аударсақ если деп аударылады, қазақша егер деп. Сонда егердің ішінде boolean value деген нәрседе ол тек қана бізге true мәнін қабылдайды. True мәні болу керек. Міне мысал қараңыз. Если выражение boolean value принимает значение true, то выполняется группа line 1 деп тұр. О қалай? Мынандай true болу үшін бізге біз бір айнымалы үлкен 18-ден деп қоямыз мысалы. Егер осы шартқа ол орындалса, бізге ол true қайтарады да, мына true деген мәніміз мына жерге бүйтіп
орнына түседі да. Сонда мына line 1-дегі мысалы сіздің жасыңыз 18 деген, 18-ден үлкен, сізге рұқсат деген жазу шығарсақ болады қазір. Ал else деген или орысшаны білмейді қалай аударылатынын. Ал else бізде қазақша аударғанда әйтпесе. Егер, если условия не орысша айтқан кезде, если условия не совпадает, тогда деп аударылады екен ғой else-де. Тогда мынау екінші линия орындалады, екінші блоктың коды орындалады. Блок дегеніміз мына фигуралық скобкамен жазылған нәрсені блок деп айтамыз. Өйткені бір блоктың ішінде бірнеше операторлар болуы мүмкін. Қосулар, бөлулер, азайтулар, және бір есептеулер болуы мүмкін. Сонымен қарасаңыздар, мысалы бір қазір мысал шығарамыз. Жасыңыз егер 18-де болса, сізге кіруге рұқсат деген жазу береміз. Егер жасыңыз 18-ден кіші болса, сізге рұқсат емес деген нәрсе. Ол шартты біз қалай қоямыз? Қазір біз код жазамыз, соны не қыламыз? Мына жерде тура мынау line 1 деген нәрсенің не мысалы, мынау line 2 деген scenario of variation деп тұр. Main success scenario. If жұмыс дейді тек қана true болған жағдайда. Егер біз айнымалымыз кіші 18-ден деп шарт қойдық дейік, мынаны ішіне жаздық. Бірақ біздің аны мәні консольдан, клавиатурадан 19 деп келді. Сонда 19 18-ден кіші емес қой. Ол бізге шындықты қайтармайды, false қайтарады. Сондықтан мына if бөлігі бізде бөлігі true қайтармандықтан мына блок істемейді. Көрдіңіздер ме? Принимая значение true дейді. Тек қана true'ды мәнін қабылдайды. Мына жерде біздің true келмей орнына false келгендіктен жасымыз 18-ден кіші емес қой. Онда мына жақтағы блогымыз орындалады біздің. Ал енді есебімізді жасап көрейік. Мен алдыңғы сабақтарымды YouTube-тан қарасаңыздар, көрген болсаңыздар, мына жерде бар болған. Есептерін шығару, Абрамян есеп шығару болған. Бірінші есебі if-ке байланысты. Бірақ біз басқа есептерін де аламыз. Енді жаңа өзіміздің мысалымызды тексерейік. Айтқан сөздерімізді, материалды өзімізге жаттықтыру үшін. Өзіміздің IntelliJ IDE'мізді ашамыз. Мен сіздерге жақсы көріну үшін shift үлкейтем. Мен сабақ 2 деп жасап қойыптым. Сабақ 2. Кластың аты әрқашан түсінікті болып жазу керек. Сонда compare age дей саламыз. Типа жасты салыстыру деген сияқты. Compare age. Мына жерде кодты үлкейтем. Кішкене сіздерге экранға жақсы көріну үшін. Енді өзіміздің мына public static void main деген уақытша көңіл аудармай тұрыңыздар. Public static void main жазғаннан кейін мынандай play кнопкалары шығады. Мына жерде шығады, не болса мына жерде шығады деп алдыңғы сабақта сіздерге көрсеткен болатынмын. Енді бізге клавиатурадан енгізу үшін біз сканер классын қолданамыз. Оның сканер деген объектісін жасаймыз. Болған тағы да көңіл аудармай тұрасыздар. Уақытша кейін біз класстарға жететін кезде үйренеміз. Біз алдында өткен тақырыбымыз бойынша біз int қандай тип екенін түсіндік. Int деген ол бүтін сандарды қабылдайды және диапазондардың арасында -2 миллиардтан -2 миллиардтың арасындағы сандарды қабылдайды. Біздің жасымыз клавиатурадан енгізу керек. Ол үшін біз сканер next int дейміз. Өйткені біздің сол жағымыздағы айнымалы тек қана int типтес болғандықтан бізге де next int таңдау керек. Енді біз age-ға клавиатурадан бір мәнді енгізіп алдық. Енді біз жаңағы шарт қоямыз. If дейміз, көрдіңіздер ме? Байқасаңыздар, кілттік сөздер Java-да package, import, public, class, static, void, new, int дегенде кілттік сөздердің бәрі оранжевый түспен берілген. Мен оранжевыйдың қазақшасын өкінішке білмейді. Комментарий қалдырып кетіңіздер, оранжевый қалай қазақша аударылады. Age деймізді, егер жасы 18-ден үлкен болса, онда біз экранға system out printlnмен сізге кіруге рұқсат деп жазу шығарамыз. Сізге кіруге рұқсат.
рұқсат деп жазамыз. Егер мен клавиатурадан жасым 18-ден емес, мен жасым 18-ден кіші болып қалса, мысалы мен 17 жас деп енгізсем, else дейміз да, жаңа кілт сөз шықты. Coutпен, міне System Out Printlnмен сіздің жасыңыз кіші деп жазамын. Сіздің жасыңыз кіші, рұқсат емес деп жазамыз. Енді программаны запускать еткен кезде біз түсінбей қалуы мүмкінбіз. Нені ендіру керек екен, не істеу керек екенін ұқпай қаламыз. Так, мына бір мысалын қате жазып қойдым. Тексертуге не алған. Программаны запускать еттім, сонда мен мына жерде консольға не теримді ұқпай қалдым. Ал мен мына жерде 19 деп теруім керек еді. Маған ыңғайсыз болып тұр. Сізге рұқсат дейді. Мен қайтадан тексеру үшін, else тексеру үшін программаны қайтадан запускать етем. Енді мен жасымды 13 жас деп көрсетем. Сіздің жасыңыз кіші, рұқсат емес. Өйткені мына жерде 13 болып кірді мына жерге. Ол мына жерде шарт орындалмады. Шарттардың бәрі операторлар орындалатын нәрселер жаңағы өздеріңіз білетіндей тек қана немен жұмыс істейді. Үлкен, кіші және тең, былай тең деп, үлкен деп мына жерде, мысалы мынандай тең деп, не болса екі тең қоясыздар да, осылармен ғана true false шығады, сонымен салыстырасыздар. Және тең емес деп бүйтіп лепелгісін қоясыздар, тең жағына тең қоясыз. Ол тең емес деген мағынаны білдіреді. Мысалы мен жасым 18-ге тең болса, мен 18 деп теңгізсем, кіруге рұқсат деп беретін еді. Егер мен жасым мынау тең емес деген мағына білдіреді операторлар алдындағы өткен тақырыптар бойынша үлкен және кіші. Мысалы жасым 18-ден кіші болса, маған мына жерде рұқсат емес деп жазуға болар еді. Өзіңіз шартты қалай қоясыз? Ана жерге мысалы рұқсат деп. Сонда мен мына жерге 13 деп неғсам, рұқсат емес болады. Егер мен жасым 19 болып кетсе, мына шарт орындалмайды, true қайтармағандықтан маған else блогына өтіп кетеді да, содан шығады. Енді сол жағынағы өзгерткен нәрсемді қайтадан жазып көремін. Мысалы мен аламда жасымды 17-ге ауыстырдым. Сізге кіруге рұқсат емес, өйткені мынау шарт орындалды, true мәнін қайтарды. Ал енді мен аламда қазір қайтадан 19 деген санды енгізем. Сізге рұқсат. Енді әрбір программа запускать еткен кезде қарасаңыздар, мынау түсініксіз, адам түсінбейді, не енгізу керек, қайда енгізу керек. Сол үшін біз System Out Printlnның age'інің енгізердің алдында жазамыз. Cout age мәнін енгіз деп, түсінікті болсын. Жасыңыз нешеде деп. Онда сұрақ қойуға болады. Сіздің жасыңыз нешеде? Мынандай символдар қойып қоям. Енді мына жерде print line деген сөз, жаңа жолдан шығару деген сөз. Оны қазір көрсетем сіздерге тағы да түсінікті болсын. Не көрдіңіздер ме? Мына санды мен жанынан бүйтіп енгізе алмаймын, басқан кезде мына жақтан шығады. Былай терсеңіз де астына кетіп қалады. А мен мысалы мен жанына бірге жазғым келіп тұрады. Көрдіңіздер ме? 99 деп тердім. Көрдіңіздер ме? Алмай жатыр. Next интімді. Дұрыс істемей жатыр. Сол үшін жаңағы мына жерде print қоям. Жаңа жолдан емес, жанында бір сан енгізу керек деп қабылдаймын. Мысалы 14 деп берем. Жасыңызға рұқсат емес деп. Көрдіңіздер ме? Адамнан сұрайды, сонымен жасыңыз нешеде? Сөйтіп, жаңа шарт арқылы жаңағы есептеу нәрселерін жүргізе болады. Енді сіздің жаңа мысалды қайтадан келтіреміз. Жасыңыз 18. Енді мына жердегі келесі тақырыбымыз лесенка деген бар. Else if деген нәрсе бар. Мынаны ұмытып кеттім ғой. If мынандай деген нәрсе, мынандай вариант бар. Егер else деген мағынасы жоқ болса, мысалы жасыңыз 18-ден жоғары болмады дейік, комментариймен мысалы мынандай нәрсемен қоямыз қазір. Слэш-слэшпен. Мен бәрін белгілеймін. Ctrl// басам, сонымен комментарий қойып тастадым. Егер бұл қандай кезде жұмыс істей береді?
Мысалы, мынау егер жасы 13-18-ден кіші болса, мынау шарт шығады. А егер мен ары қарай бір есептеулер болса, мысалы, келесі мәтін кете береді, мысалы. Келесі мәтін. Мысалы, сізде бір ғана шарт болуы мүмкін, тек қана жасы 18-ден кішілерге шығару деп. Мысалы, мен қазір 19 деген сан берем, мынау шарт орындалмағандықтан ол келесі оператормен өтіп жүре береді. По умолчанию else деген нәрсе жоқ сізде. Сол нәрсені айтылған мына жерде. Не көрдіңіздер ме? Мынандай уақытта дейді. This code will always be executed дейді. Бұл код әрқашан орындалады дейді. Может выполняться всегда дейді. То есть, былайша айтқанда, мына блок орындалмаса да, егер true болса, орындалса, мына valid is valid, ему opportunity деп шығады. Енді бізде баспалдақ түрінде шарттар деген бар. Мен оны айтатын нәрсе лесенка деп айтады. Мына жерде else if деп. Қазір оны мен мысал ретінде сіздерге тағы да түсіндірем. Ножницым қайда кетіп қалды? Ножницын жауып саптым ғой. Баспалдақ түрінде бұл жерде мысалы қарасаңыздар, бірінші кілттік сөз енді else-тің ішінде if деген нәрсесі қосылды. Және де қарасаңыздар, мынау value айнымалысы бірден үлкен болу керек, бірден тең және үлкен болу керек, және төрттен кіші және тең болу керек. Онда мынау шартқа 3-те мән берсек, ол мынау if бөлігі ғана орындалатын еді. Енді біз санымыз 3 емес 9 деген сан берсек, ол else if деген барады, тағы да value салыстырады. Value'мыз бізге 9-ға тең болғандықтан мына қатар орындалады. Екінші код деген мына блок орындалады. Енді егер ол санымыз 3-ке де тең емес, 9-ға да тең емес, біздің санымыз 0-ге тең болса, байқадыңыз ба? Баспалдақпен кетіп баратырмыз, тағы да салыстырып. 0 болса, онда мына 3-ші блогымыз орындалатын еді. Енді мынандай шарт қоямыз. Енді біз 7, 8 деген сан қойсақ, екеуінің біреуін берсек, ол 3 пен 1 мен 4-дің арасында жатпайды, 9-ға тең емес, 0-ге де тең емес, онда қалған сандар мынау 7, 8 деген сан шығады. Осыны қазір жазамыз. If else-та сіздерге түсінікті болу үшін мен аламда. Так. Коммит жасап қоям. If else. Коммит және push жасаған кезде мен сіздерге GitHub-ты адресін жібергем. GitHub адресінде мысал қарасаңыздар. GitHub. Tentu Java backend болатын. Мына жерге қарасаңыздар, мен жаңа if else деп жібердім комментариімді. Қарасаңыздар, менің қосқан кодтарым. Сіздер жаңағы өздеріңіз жаңағы қай жерден қате кеткеніңізді қарап тексерсеңіздер болады. Ол өздеріңіз үшін керек болады. Егер бұлай қарамай, егер таппай жатсаңыз, CRC папкасына кіресіздер. Потом сабақ 2. If compare age деген тақырыппен ашқанбыз. Мына жерден өздеріңіз мысалы жақсылап өзің жазған нәрсеңізді тексерсеңіздер. Мына жерде тек қана age бір айнымалы емес, өздеріңіз айнымалы ыңғайлап жазсаңыздар болады. Түсінікті қылып аббревиатурамен есебіне байланысты не қыламыз. Шығаруға ыңғайлы болады. Енді жаңағы осы менен түсіндірген нәрсені осы есепті шығарып көрейік. Енді мен есепті ары қарай жалғастырып кетем.
сіздер сканер бір рет жазғаннан кейін оны бірнеше рет жазудың қажеті жоқ. Енді мысалы мен мынау мысалдағыдай болсын дейік. Біздің айнымалымыздың аты value деп қоямыз, және ол сканерден бүтін сандарды қабылдаймыз. Енді бірінші шартымызды есебі былай болатын. If value үлкен және тең бірге, мынау and деген оператор және деген сөз. Ол екі жағыда мынаның да мәні true болу керек. Оң жағындағы мәнде де true болу керек. Сонда мынау көрдіңіздер ме, мынау және деген нәрсені білдіреді. Егер де бір жағы қате болып false қайтарса, жалған қайтарса, автоматты түрде мына if блогыңыз false-қа айналып кетеді. Өйткені мына жағы 0, мына жағы 1, не болмаса мына жағы шындық, мына жағы жалған болса, шындық пен жалғанды көбейтсе, ол жалған болып шығады. Егер екеуі де шындық болып жатса, сол кезде шындықты қайтарады. Екі жағда шындық болса, шындық қайтарады. Енді value дейміз, кіші және тең 4-тің арасындағы сандарды қабылдайды екенбіз. Мына жерге мысалы кодты cout дейміз да, мына жерде 1 мен 4 арасында сан деп жазамыз. Енді жаңағы біз осы уақытқа дейін әйтпесе деп else қоя салатын едік қой. 1 мен 4-тің аралығына жатпайтын сандар болса деп else деп жаза салатын едік. Ол бүкіл мәнін қайтара салатын еді. Бірақ енді бізге тағы да if-тан кейін, егер мына бірінші if жүрмесе, келесі if жасайық дейміз деген нәрсе ғой. Else әйтпесе сол if-тің арғы жалғасын жасау керек. Әйтпесе егер деген мағына білдіреді. Енді біз value-ды 9-ға тең деп ойлаймыз. Біздің клавиатурадан 9 деп мәнді енгізді деп ойлаймыз. Cout пен 9 саны деп жазып қоямыз. Тағы да else if value бізде 0-ге тең. Ой, о деп қойыппын ғой, 0-ге тең. Экранға бізге ыңғайлы болу үшін 0 саны деп жаза саламыз. Ой, мына оны қайта жаза беремін. 0 саны. Енді егер осы бүкіл if-тің ішіндегі өтіп, одан else if пен тағы да екінші баспалдақ, үшінші баспалдақпен бәрімен жүріп шықтыған нәрселердің ешқайсында шартқа сәйкес келмесе, онда біз else пен мәнді шығара саламыз. Онда айтамыз, ешқандай шартқа келмеген. Шартқа келмеген сан деп қоямыз. Келмеген сан плюс дейміз да. Мынау сол кезде соның мәнін шығарып бере салады values. Мына жерде былай да қосып қойуға болатын еді бізге. Көрнекті болу үшін қандай сан енгізгенімізді білу үшін, мысалы, әдемілеп value. Мынау шынымен де 9 деген санды енгіздік па тексеру үшін. Мына жерде шынымен де 0 санын енгіздік па деген тексеру үшін арналған. Ал енді программамызды запускать етейік. Мына жақтан қайтадан жас адым санын енгізуге тура келгендіктен мен бұл жерде комментарий қойып тастаймын. Мына жерде бүйтіп комментарий қойып жауап тастаймын. Енді бізге мына жерге қайтадан cout пен айтамын value енгіз деп. Value енгіз деп жазып қоямыз. Сонымен енді программамызды запускать етеміз. Мына жерде әдемі жазып бүйтіп, әдемі етіп кеттім, былай белгі беріп тұратындай. Сонымен енді бірінші шартымыз тексереміз. Енді біз 3 деген санды береміз. Ол 3 деген сан берсек, мына екеуі 3 бірден үлкен, және ол 4-тен кіші. Екеуі де true, мынауда true қайтарады, оның көбейтіндісі true қайтарғандықтан бізге 1 мен 4 арасында сан, қате жазып қойыппын, 4, 3 деген жазу шығады. Иә? Міне. Мына жерде сан деген қосылып қалды, мынаның арасында пробелдерді
Осып жіберейік келесі жолға түсінікті әдемі болу үшін, немесе тең деп жазып қойсақ та өзіміз білеміз. Әзірлеу дейді ғой, форматтирование. Ctrl-Alt кнопкасын бассам, не көріңіз, анау жаңағы әдемілеп бізге жасап береді. Бірінші шартымыз орындалды. Енді екінші шарт тексеріп көреміз. Қайтадан программаны запускать етеміз. Ой, мына екі рет басу керек, мынаны принтерден алып тастау керек бізге. Сканердің алдында. Қайта екі рет интер баспау үшін. 9 санын енгіземіз. Сонда if шарт орындалмағандықтан ол келесі if'ге барады, else if-не. Сол кезде біз 9 және 9-ға тең болғандықтан мына шарт орындалады. True болғандықтан біздің шартымызға сәйкес мына экранның блоктағы нәрселер шығады. Мына блок деген нәрсе бірнеше операторлармен жұмыс істеуде. Мысалы мен 3 рет шығарғым келеді 99 деп. Сондай нәрселерге жинақтау үшін айтылған нәрсе бұны блок дейді. Егер сіздерде жағана блок бірнеше болмаса, бірнеше операторлар болмаса, егер сіздерге мына блоктарды алып тастауға болады. Бірақ программированиеде ол желательно дейді. Өйткені неге адамдарға түсінікті болу үшін. Мысалы, былай жас, егер сізде if-тен кейін бірақ қана оператор болса, бір ғана оператор жұмыс істеп жатса, былай жасауға болады. Бірақ ол менің өзімнің жаңа практикада және де чистый кодта жазған дұрыс деп айтады. Өйткені if-тің қай жерден басталғанын, қай жерден аяқталғанын программист біледі. Сіздің жазған кодыңызды басқа программистке де ыңғайлы болу үшін жасалған нәрсе. Сол үшін мен уже әдет болып кеткен, оны жаза беремін. 9 сан 9 деп істеді. Тағы да программамызды қайтадан запускать етеміз. Енді 0 тексеру керек бізге. 0 тексердік. 0 сан 0 деп. Енді 1 мен 4-дің арасында жатпайтын сан 9-ға тең емес және 0-ге тең емес сандар бізде 7, 8, 6, 5, одан кейін 10-нан жоғары сандар. Өйткені бәріне шартқа сәйкес келмегендіктен кете береді. Мысалы мен қазір 11 деп сан енгіземіз. 11. Көрдіңіз ба? Ешқандай шартқа келмеген сан 11. Мен аламда мысалы қазір 5 санын неғам. 5 мына жерге келмейді. 5 мына жаққа келмейді шартқа, мына шартқа да келмейді. Соның әйтпесе деген шартқа кетіп қалды. 5. Ешқашан сандаға келмейді. Ал енді жағанағы Абрамянның кітаптары бойынша мен мысалдар көрсетілген. Оны мына жерде біздің группада кітапта бар. Абрамянның есептері деп қалады. Міне. Мына жерге кіреміз. Осы жердің ішінде Абрамовтың есептінен шығарып алады. Бұл жерде разделение деген сөз условия оператор жаңа біздің өткен if тақырыбымызға байланысты есептер. Мынау арифметикалық жаңағы қосу, бөлу сандар біздің алдында өткен нәрселер. Абрамянның есептерінің мысалы басына бастап қарасаңыздар, не ввод, вывод данных дейді да, оператор присвоения. Мысалы кез келген нәрсені алсақ, біз алдың тақырыпта өттік. Сканер бойынша мысалы біреудің мысалы C# Java-да жазылмапты. Біз сканер арқылы бір санды енгіземіз, сол санын көбейтіп экранға шығамыз. Мысалы кубтың өлшемін табу деген ол A-ның 3 дәрежесі екен. Оның ауданын табу үшін, көлемін табу үшін A мәнін 3-ке көбейтеміз айнымасын, ал S көлемін табу үшін 6-ны көбейтеміз A-ның квадратына. Сонда есепте қарасаңыздар көрдіңіз бе, көлемін 3 рет көбейтті. Мына жерде S² деп аталады екен, квадрат деп. Не болса сіздер квадраттың орнына 2 рет A-ны көбейтсеңіздер болады. Бұл сонда есептердің бәрін өздеріңіз үшін шығарған дұрыс, абзал, 40 есеп. Миыларыңыз жаттықтырады, уже автомат түрде кейін уже үйреніп кетесіздер. Бұл жерде байқасаңыздар бастамасы болды. Енді интежерге байланысты тақырыптар есептер берілген. Онда мен көрсеткем видео сабақтарын қарасаңыздар болады. Бүгін мысалы мен алдында видео сабақ түсіргем, if және if жайлы 15 минуттық қысқа видео түсіргем сіздерге деп арналған. Мына жерден осы есеп көрсеткем. Енді мысалы кез келген үшінші есепті алайық. Мына жерде айтылады,
а саны берілген дейді, бүтін сан берілген дейді. Енді а саны тақ па жұп екенін тексеру керек. Оның тақ жұп екенін тексеру үшін бізде мысалы Паскальда мод деп қолданады, ал бізде Java'да мынау деление по модулю қолданады, процент пайызды қолданады. Осы есепті шығарып көрейік. Біз егер қалдығы нөлге тең болса, қалдық бойынша мағынасы нөлге тең болса, ол жұп сан деп шығарамыз. Мысалы, енді сол есебімізді арғай өзіміз жалғастырып кетеміз. Мысалы, мен мынау есепті жағына тағы да комментарий қалдырып кетеміз сіздерге. Комментарий қалдырып кетеміз. Енді мен cout деймін. А мәнін енгіз деп. А мәнін енгізіп, бізде жаңағы жоғары жақта сканер тұрғандықтан мен қолдамаймын. Енді мен int a деймін. Сканер next int. Енді шарт қоям, if деймін, а мәнін қалдықпен бөлу жасаймыз. Мысалы, не білдіреді? 4-ті 2-ге бөлсек қалдығы 0. Сондықтан егер қалдығы 0-ге тең болса, біз онда экранға былай шығамыз. А қосылған деп жалғаудың сөздер ғой, әдемі шықсын. Аның орнына қандай мән енгіздік, сол мән экранға шығады. Жұп сан деп бере саламыз. Ал мына жерге else-де өздеріңіз ойлағаныңыздай. Өйткені мына жерге 3 санын береміз. 3-ті қалдық бойынша бөлген кезде бір қалдық қалып қалғандықтан бізге ол тақ сан болып кетеді. Тақ сан. Міне, қазір тексеріп көреміз. 3 мәнін енгіздім. 3 тақ сан дейді. Тағы да әдет болып кеткен, мынаны ұмытып кете беремін, принтерден алып тастау керек екен. Чтобы әдемі болу үшін алып тастасам, жаңа жылын енгізбеу үшін. Мысалы 5 бердім, тақ сан дейді. 2-ге бөлінетін сандар ғой, мысалы 1024-ті жұп сан дейміз. Көрдіңіз бе? Жұп сан. Өйткені 4-тің ең аяқ жағында бөлген кезде ол бізге қалдықсыз қайтарады 2-ні. Сонымен ары қарай осындай есептердің бірнешесін шығара берсеңіз болады. Ол есептерді мысалы мыналарды қарасаңыздар, мына жерде кейбір балалар Java'да жазылған, бірақ өздеріңіз негізі өздеріңіз жазған абзал дейді. Мына жерде мысалы бұл бала былай істеген. Қарасаңыздар, әркім әртүрлі есептің жолын. Мысалы, қалдыққа бөлсек, мына бізге 0, 0-ді 0-ге теңестірген. Ол 0-ге 0 теңгеге true болады ғой. Соны экранға true деп шығара салған. Бірақ мына жерде есепті шығарған кезде дұрыстап ойлаңыздар. Проверить истинность бұл жерде true false деп шығару керек. Бізде просто тоже ыңғайлы ретінде экранға шығарып бере салдық. Мына жігіт осылай жасапты, біз басқашалар жаздық. Әркім әртүрлі жаза береді. Біз шарт қою арқылы жасадық. Бұл жерде ешқандай шарт болмай тұр бізде. Көрдіңіз бе? If-пен қолдану жоқ болды. Ал бұл жерде есепте негізі if-пен жұмыс істеу керек болған, бірақ жоқ қой мына жерде тағырғандай. If. Логический выражение екен ғой. If жария емес, логикалық выражение true false шығаруды екен ғой. Соған байланысты есептеріңізді шығарсаңыздар болады. Мысалы, күніне осындай нәрсені, мысалы, 2 сағат, 3 сағаттан шығарсаңыз жақсы болады. Басында қысылып, қиналып жатсаңыздар, жазыңыздар, қай жерде қате болып жатыр деп, ұялмай жазыңыздар группаға. Группада бірнеше адам отыр. Және бір-бірімізге өзіміз көмектесейік. Мен уақытысында жауап бере алмасам, кеш жауап берем. Мен өзім жұмыста жүргендіктен, сондықтан жауапты тез қайтара алу мүмкін емес. Сондықтан бір-біріңізге жазып отырыңыздар, шығарыңыздар есепті. GitHub-қа
өздеріңіз жаңағы шығарған есептеріңізді группаға жіберіп отырыңыздар. Бір-біріміз қарайық, талқылайық. Ештеңеден ұялудың қажеті жоқ. Бәріміз жаңадан бастағандықтан қысылудың қажеті жоқ. Енді бүгінгі тақырып бойынша біз if-ті үйрендік және if-тің лессинкалық түрін үйрендік. Енді бізде if-тен бөлек тағы да таңдау операторы бар. Айтылған мына жерде if else баспалдағының орнына біз өзіміз ыңғайлы таңдау операторын жасауға болады дейді. Ол кілттік сөз switch. Ол қалай жұмыс істейтінін қазір жасаймыз. Мысалы қарасаңыздар, if else if-тің ішінде, мысалы else if-тің ішінде бірнеше салыстыру болып кетуі мүмкін. Мысалы мынаған тең емес, мен тағы да аламда, мысалы мынаның ішіне кіріп else if-тің ішіне тағы да 5-ке тең емес, 6-ға тең емес, 8-ге тең емес деп жаза беруі мүмкін да. Ол уже өзіңіз ойласаңыз, басқа программистке оқыған адамға ол өте ауыр болып кетеді. Else if-тің негізгі қолданатын нәрсеңіз екі рет қана қолданған дұрыс, 2-ден аспау керек. Өйткені сіздің жазған кодыңызды басқа программист оқып, ары қарай дамытады, бөлісесіз. Не болса өзіңіз сол қойған шарттарыңызды бір айдан кейін немесе 6 айдан кейін қайтып келген кезде ұмытып қаласыз, түсінбей қаласыз. Сол кездегі берілген есептің алгоритм шығару жолын кезінде есіңізде ұмытып қаласыз. Сондықтан 2-ден асырмаған абзал. Практикада if else деп көбінесе код жазады. If else деп. Потому что else if-пен басқа қыдырғысы келмейді. Өйткені ол үшін мына шарт болу керек деп жазу керек. Практика түрінде. Енді таңдау операторының қай жері жақсы, өте жақсы жерін айтып кетейін. Бұл жерде case деген ішінде мына жер кілттік сөз тұр, switch, case, break деп тұр. Case-тің ішінде тұрақтылық болады, константа болады. Көрдіңіздер ме? Константа n-ге дейін. И break, и default деген нәрсеміз жаңағы егерде осы таңдаудың ішінде ешқайсысына мәніне сәйкес келмесе, else сияқты, по умолчанию деген сөз үнсіз деп айтты жаңа балалар аударған кезде. По умолчанию бәріне сондай мән кетіп қалады. Мысалы мен мына жер кейстің ішіне 1-ден бастап 10-ға дейін сандарды енгізіп кеттім дейік, көрсетіп кеттім дейік константа ретінде. Мен бірақ клавиатурадан 11, 12, 13 деп енгізсем, ол алады да мына жақтағы осы блокқа кетеді. Ал байқасаңыздар, әрбір кейстің аяғында break деп тұр. Ол жаңа біздің таңдау операторымызды тастау үшін. Таңдау операторының бізге жақсы жері, мысалы бізде if-пен жұмыс істеген кезде біз бірінші мына шартты салыстыратын едік. Одан кейін осы шартқа сәйкес келмесе мынаған баратын едік, потом ол else if-пен екіншісіне баратын едік, потом барып else-пен қайтаратын едік та. Мысалы 5 деген санды енгізген болсақ, мысалы жаңағы шартымызда. Ал мынау таңдау операторында мысалы 5 деп мына жерге көрсетсек, осы жаққа қарай біздің алгоритміміз кіреді, осы жермен орындалады да болды. Ол мына жақтардың бәрімен жүріп шықпайды. Ол мына жерде константамен жұмыс істейді. Мысалы есеп, мысалы жаңағы 1, 2, 3, 4, 5 деген нәрсені жаңағы біз жасаған нәрсені көрдіңіздер ме? Лессинкамен жасаған. Лессинка баспалдақтың орнына switch-та оператор қолдану арқылы жасалған. Бізде осы нәрсені қайталап жасаймыз. Қарасаңыздар, мысалы айтады, әрбір value дейді да, мысалы value 1, 2, 3, 4 деп кетіп тұр ғой. Содан кейін бәрі сәйкес келсе, break оператор жұмыс істейді дейді да, оны аяқтау подряд дейді. Ал егер осының ішінде, кейстің ішінде ешқайсысы келмесе, сонда программа басқа саны не қылады дейді, енгізеді дейді. Бұл switch кішкене әлі біраз нәрселер айтылады, түсіндіреміз. Жаңағы бірақ біздің мынау есебімізге if-ке else-ке соның басқа жазу жолын қарастырайық. Мына комментария жауып қоям мен қазір. Енді мен алам. Мысалы мынау value мәнін енгіз деп қайтадан ашам. Енді мен
switch операторын қолдану арқылы көрдіңіздер ме? Switchке мына value деген не входная точка дейді, қандай мән кірді, сол мәнге кіргенге байланысты switch value деді. О деген барлықты аламыз да case 1 2 3 4 деп бәрін жазып кетуге де болатын еді. Мысалы бізге былай жазуға болатын еді, case былай, потом break case 2 осылай жазуға болатын еді. Сол үшін біз мына жердегі мысалымызда біз бірнеше рет жазып кетеміз кейсті, оны қайта қайталамау үшінші. Көрдіңіздер ме? Кейс 1 өтір жоқ та, аяқ жағында өтір ештеңесі жоқ. Кейс 2 деп кете береміз мысалы. Кейс 3 біз 3 деген мәнді қабылдаймыз. Кейс 4. Мысалы мына жердегі келген мынаулар константа болып тұр. 1 2 3 4 деген мынау біздің кірген санымыз 4 болса, 4 мынаған барады. 3-ке баса осы 1 мен 4-тің арасында сандарға осыған автоматты түрде кіріп кетеді да, сонымен басқа кейстерді салыстырмайды. Енді бір жақты істеп болдық. Байқағансаңыздар, switchtің ішінде тұрамыз кейстермен. Байқасаңыз, көңіл аударыңыздар, сақ болыңыздар. Енді біз кейс 9-ды қоямыз. Кейс 9, не константа, 9 деген константа. Сонымен мына жердегі системалық принтерлерімізді аламыз. Сонымен break арқылы, егер қайсыз нәрсе таңдалды, сонымен жаңа шығып кету үшін арналған кейс 9. Енді кейс 0. Кейс 0 таңдаймыз. Мына жердегі біздің 0 саны value деп көшіріп аламыз. И жаңағы аяқтау керек бізге программаны. И default. Көрдіңіздер ме? Бәрі кілттік сөздер. Default болса, біз, міне, біздің дефолтымыз ол else-ге арналғандай болып тұр. Қарасаңыздар, санап көрейік. 43-ші строкадан бастаған екенбіз, жолдан бастаған екенбіз, 60-шыдан аяқтадық. Сонда 17 строка жазыптық. 17 строка. Мына жерден 25-ші строкадан бастадық. И 41. Мына жерден мен мысалы алып тастайын. 15 строка кетіпті. Бәрі қарасаңыздар, бұлдың бір жағына жақсы жері код жағынан екеуі бірдей болып болғандықтан, сіздер оны былай етіп қысқартып жазсаңыз да болатын еді, әдемілеп. Просто жай ғана ыңғайлы көріну үшін, мысалы сіздерге түсінікті болу үшін жасалған нәрсе. Не көрдіңіздер? Тағы да кодымыз азайды. Не болса сіздер жаныңызда мысалы бүйтіп жалғасыңыз да болады, әдемілік болып. Таңдау операторында бізге тек қана бір мәнді таңдауға рұқсат бергендіктен, бізге кірген санымыз мына 5 деп берсек, 5 барады да, мынаны қарамайды, ешқандай сәйкес келмегендіктен, ол мынаған автоматты түрде барады. Соның мәнін шығарады. Көрдіңіздер ме? Сонымен жаңағы осының қысқартылдық. 25-тен 10 жолға қысқарттық, әдемілеп. Негізі бректі астына жазып отырады, түсінікті болу үшін, көріну үшін. Көрдіңіздер ме? Міне default. Міне бітті. Енді жаңа осыны программамыз қайтадан запускать етеміз. Жаңа if-те қандай нәрсе істедік? Мысалы 1 мен 4-тің арасында не алдық? 1 мен 4-тің арасында сан деп шықты. Енді жаңа есептеу бойынша 9-ды енгіземіз. 9 сан 9 деп шығарды. Мына шарт мынаның константасы орындалып тұрақтылық value 9, 9 бен 9 екеуі сәйкес келгендіктен 9 шығарды. 0 сан дедік, 0 саны 0 сан деп шығады. Енді біз мүлде сәйкес келмейтін санды енгіземіз қазір. 1756 деп көрдіңіздер ме? Ешқандай шартқа келмеген сан деп. Бұл switch болды. Бүгінгі тақырыбымызда if else-ді үйрендік, одан бөлек баспалдақты if-ді үйрендік, одан бөлек таңдау операторын switch-ді үйрендік. Енді switch-тің біз қазір уақытта біздің Java-мыз мына жерге кірсеңіздер, алдында айтып үйреттім ғой сізге 17 версия таңдайсыздар. Егер 17 версия болмай басқа версия болса, мысалы таңдап, мысалы JDK-лардың ішінен қай жақта тұрғанын көрсетуге болады. Немесе
8-ді қойып көрсеңіз де болады. Мысалы $dk деп Java 8-ді алсаңыз да болады. Мына 1.8 деп. И сонымен жаңадан тілге енгізген нәрселер істей ме, істемей ме тексеріп көресіздер. Java 14-тен бастап жаңа фишкалар пайда болыпты, мүмкіндіктер. Сіздер Java 8-ді қойып жазып көрсеңдер, істеймін, істемей ме тексеріп. Break оператор керек емес дейді. Енді дейді қайталанатын объекттерді жаңа өтір арқылы қойып жинай бересің дейді. Одан кейін лямбда выражение деген нәрсе шықты, мысалы стрелка қою арқылы. Мысалы біз мына жерде кейс деп отырдық, ал мына жерде уже былайша айтқанда уже мәндерді қайтарып отыратын, сразу мәнін қайтарып отырады. Сондай нәрсе қосылған. Одан кейін мысалы не қосылған? Switch-тағы есептелген мән бір мән келеді ғой, мысалы 0, 1, 2, 3 либо -1 деген сан қайтару керек қой. Соның мәнін уже біз басқа айнымалыға меншіктей аламыз. Мысалы енгізген жас, енгізген сан деп. Енді жаңағы көрдіңіздер ме, мысалы біздің жаңа жазған кодымыз әдемілеп қысқартқанның өзінде де біз 9 жол жаздық, 9 строка код жаздық. Ал енді мына жердегі мысалы қарасаңыздар, қандай тамаша. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да қысқарды. Өте тамаша. Жаңа шыққан мән енді сол экранға System Out Printer'ның ішіне мына switch салып жіберсеңіз болады дейді. Қандай мәндер шықты, сондай нәрсемен не қылғанына байланысты. Ал құрметті көрермендер, ақпарат көп болып кетті ма? Ары қарай жалғастырамыз ба? 1 сағат дұрыс деп ойлаймын негізі. Қалай ойлайсыңдар? Комментарий жазып жіберсеңдер. Комментарийлеріңізді күтем, группаға жазып жіберіңдер. Жалғастырамыз ба? Жазып жіберіңдерші, жалғастырайық деп. Или жоқ, осымен тоқтап. Кішкене сіздерге ақпарат болсын деп ойлаймын. Телеграмға ма, не болса чатқа жазып жіберіңдер, күтемін жауабын. Жалғастыра берейік па? Жарайды. Сонымен бүгін өте жақсы тақырып өттік. Енді бүгін ары қарай жалғастыратын нәрсеміз цикл. Мен қазір Төлеген Садуақасов сағанда түсіндіріп жүрем. Ерқанат Ташаның несіне жауап беріп жүрем. Ал жалғастырайық. Бізде цикл деген нәрсе ол күнделікті бір нәрсені қайта қайталап істеу. Мысалы, мына жерде кітаптың айту бойынша цикл дейді бір нәрсенің кезекпен операцияның күнделікті қайта бір реттен артық соның орындалуын шартқа байланысты. Мысалы, біз күнде цикл бойынша күнде сабаққа барамыз. Мысалы, сабаққа, жұмысқа барамыз. Понедельниктен, дүйсенбіден бастап жұмаға дейін күнде 5 уақыт жұмысқа барамыз, сабаққа барамыз. Сол сияқты. Енді Java'да циклдің 4 түрі бар. Біріншісі жаңағы көріп жатқандай while деген нәрсе бар. Мына жерде бірақ байқасаңыздар цикл с предусловием дейді. Бұл жерде ол қалай нәрсе екенін түсіндірем. Бұл жерде көрдіңіздер ме, while'дың ішінде boolean value деп тұр. Мына жерде тек қана true қабылдайды. Егер
циклдың шарты сәйкес келмесе, ол біздің цикл жүрмейді, true болу керек әрқашанда. Ал цикл пост условием деген сөз, ол бір ретте болсын, қате мән болса да, бір рет істеп көреді, содан кейін барып, мынау булианмен тексеріледі. Сонымен шартқа сәйкес келмесе, сіздің шартыңыз дұрыс емес дейді, false деп циклдан шығып кетеді. А for деген нәрсе, бұл біздің параметрмен деп аталады. Өйткені былай қарасаңыздар, for'ың ішінде expression 1, boolean value деп тұр. Мына жерге көңіл аударсаңыздар, 3 параметрден тұрады. Параметр деген нәрсені түсіндірем. Ол методке берілген аргументтер деп айтуға болады. Бірінші, екінші, үшінші элемент деп. Мысалы, expression 1-ге қарасаңыздар, бұл жерде оның жаңағы счетчигі нешеден басталатын, 0-ден басталама деп есептеу счетчик. Ал мынау сол счетчик, сол үлкен бір шартқа үлкен және кіші ма деген нәрсені тексеру үшін. Ал expression 3 деген нәрсе, сол біздің циклдың қадамын бірге қосып отыру, немесе 2 күн. Мысалы, мен жұмысқа 2 күн сайын шығам десем, мен бұл жерге 2-ге қосып отырам. Циклы выполняются до тех пор, пока булевские выражения boolean value равно true. То есть, жаңа былайша айтқанда, әрқашан true болу керек. Мысалы, мына 42 деген мән бердік қой. Көрдіңдер ма? Міне көрдіңіздер ма? Жауап бергенде минимум бір рет қана орындалады. Мысалы, 42-ге 1-ді қоссақ 43 болады. Бірақ біздің 43-іміз 40-тан кем емес қой. Қате болады, бірақ бәрібірде мынау бір санымыз, бір операторымыз жұмыс істеп кетті. Қосылып кетті. Ал енді жағаны айттық қой, міне предусловием деп. Бірінші кезекте while тексеріледі. Мына жерде кілттік сөз do, а мына жерде while болып тұр. Айтады 42 40-тан кіші ма? Мына жер сразу бізде false қайтарғандықтан мына блок жұмыс істемейді бізде. Мына блок жұмыс істемейді. Сәйкес келмегендіктен. Көрдің ме? Тело такого цикла не будет выполнено ни разу дейді. Бірде бір рет болсын орындалмайды. Ал мына жерде бір рет орындалады. Кем дегенде. Шартыңыз қате болса да, мынау value кіші 40-тан деген. Жағанағы айтқанымдай for'ды түсіндіріп кеттім ғой сізге. Мысалы, for'да айнымалы болады, I деген 0-ден басталады деп. И және сол біздің мысалы қанша рет санау керек деп. Мысалы, біз күнде жұмысқа 5 рет барамыз десек, бірінші күніміз 0-ден басталады. Java'да, C++де, C'де элементтер бәрі 0-ден басталады. Сонымен жағанағы 10 рет санап шығады. Мына жерде есептесек 11 рет жүреді. 0-ден бастап сенбесеңіздер 0 тексеріп көрейік. Мысалы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, және бізде кіші және тең деп тұр ғой. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Көрдіңіздер ма? Санаған кезде 11 рет бізде сонда циклымыз жүреді. 11 рет қайталанады деген сөз. И плюс дегеніміз сол жаңағы циклымыздың қадамы, әр қадамы бірге қосылып отырады. Мысалы, басында 0 болады, содан 1 болады, 2 болады, 3 болады, 4 болады, 5 болады. Сонымен барып аяғында 10-ға тең болған 10 болады, потом 11-ге айналған кезде, мынау 11 10-ға тең емес қой. Кіші және тең емес болғандықтан, мына шарт арғай орындалмайды. Одан кейін бірнеше нәрсемен айналысуға болады дейді. Мысалы, қарасаңыздар, мына жердегі қазір кесіп алайын. Линейка қаяқтан шығып кетті. Көрдіңіздер ме? Мынау бірінші блок жағанағы нүктелі тұр. Нүктелі мына жерде тұр. Сонда 2-3 айнымалы болып, жағанағы бір шарттар қадамдармен жүріп, бір формуламен бойынша, мысалы, G2-ге үлкен қосып отырған кезде ғана жұмыс істеусін деп нәрсе. Потом for'дың өзінде ешқандай инициализатор счетчигі де болмауы мүмкін дейді. Егер ол үшін бұлай нүктелі өтір қойсаңыздар, ол әрқашан сіздерге true қайтарады.
Ол әрқашан true қайтарғандықтан оны бесконечный цикл деп айтылады. Көрдіңіздер ма? Бесконечный қайталана береді, қайталана береді. Мысалы, ол сол нәрсені тексеріп көрейік. Қазір while-ға да бәріне тексереміз. Мысалы, for міне system out printlnға мысалы hello деп жазуды шығарайық. Мынаны программа switch'ті жабамын мен қазір. Кейін өздерің мысалы қарап неған кезде, GitHub'тан алған кезде ашып отырасыңдар ғой, тексеру үшін. Міне. Көрдіңіз бе? Hello дейм тоқтамай жатыр, и менде память алып істеп жүре береді. Қазір памятім азайған кезде уже тастайды. Көрдіңіз бе? Память бітіп қалды. Уже міне көрдіңіз бе? Кетіп жатыр. Тоқтамай уже. Қарасаңыздар, уже қаншама жолы кетіп қалды. 174 мың кетті, тоқтамай жатыр. Сосын мен тоқтата салам да, памятімді алып қояды менің. For'ды үйрендік. While'дың true'ды қойсақ та, осылай қойсақ та, ол әрқашанда бізге өмір бітпейтін цикл болып кетеді. Мысалы, оның орнына мысалы жаңа тексеріп көрейік тағы да. While true деп жазсақ, ол жаңа нәрсені тура сол нәрсені іске айландырады. Бізге ондай болмау үшін біз әр қадам салыстырып отырамыз. Мысалы, и кіші және 10-ға дейін деп. Мысалы, мен аламда бірінші счетчикті қадамның 0-ға тең деймін. Енді мен аламда әрбір нәрсемді hello деп, мысалы маған 10 рет шығару керек болса, мен и плюс деп отырамын. Қадамды бір қадамға үлкейтіп отырамын. Бірінші цикл орындалады, 1 болады, 0 болады, 2, 3, 4, 5, 9 болады, 10 болған кезде уже мынау шартқа сәйкес келмегендіктен мына debug режимінде қосып беремін сіздерге. Мына жүкті бассаңыздар болады, қолыңызда debug режимінде жұмыс істеу деп аталады. Мысалы, қазір осыны тексеріп көрейік. Қосамын. Көрдіңіздер ма? Айдың мәні, мынаны үлкейтуге бола ма екен? Сіздер көрмей тұр ғой деймін. Міне көрдіңіздер ма? Міне айдың мәні 0 деп тұр. Мына жақтағы 0. Енді шартқа 0 болып кірді. Және true қайтарады дейді. Жарайды. Келесі қадам қойтамын мен. Көрдіңіздер ма? 1 болды. Ол true мәні қайтарады екен дейді. Дұрыс дейді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Көрдіңіз бе? 9-ы шартқа сәйкес келеді. Енді айнымалым 10-ға тең болған кезде, көрдіңіз бе? False дейді да. И мына hello деген жазуды шығармай, шығып кетеді, мына блогым орындалмай. Сонымен циклым аяқталады. Көрдіңіздер ма? Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көрдіңіздер ма? 10-ға рет шықты. Өткен 0-ден бастап 10-ға дейін 10-ға дейін санның бәрі 10 элементтен тұрады. Енді мен қадамымды 3-ке үлкейткім келеді. Мысалы 3 реттен әрбір 3-ші қадамнан жаса десем, мен сонда қадамым 3-ке жүріп отырады сонда. Сонда 1-ші қадам, 2-ші қадам, 3-ші қадам, 4-ші қадам. Ал енді мына блокта қарасақ, қай кезде қандай мәнге келіп отырамыз. Айымыз бізде 0-ге тең. Келесі жолы біздің айымыз 3-ке тең болды, өйткені 3-ке қосып отырмыз қадамымыз. Сонымен 6, 9. Сонда бізде 4 рет шықты. Көрдіңіздер ма? Мен сол үшін 1-ге, 3-ке, 2-ге қосып отырсам. Әр қадамды 5-ке алып отырсам болады. Қазір. Қазір 1 минут кешіріңіздер, жауап беріп жүрейін. Алло? Қалайсың? Жақсы. Эфир дедім, саған. Срочно ма? Срочно ма? Ага. Ондай жоқ. Вообще жоқ. Хорошо. Давай, жақсы.
Сонымен байқағандай while мен көрдік. Осы нәрсені біз for мен де жазуға да болады, и while мен де жазуға болады. Мысалы кітаптың қазір мысалдарын көреміз. Біз массив жайлы тақырып өтпедік. Біз ең қарапайым нәрсенің есептерді шығарып көрейік. Бірден 10-ға дейін сандардың қосындысының 3 вариантын жасайық. Ал енді есебіміз түсінікті болу үшін, түзу болу үшін біз бірден 10-ға дейін сандардың қосындысын жасайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға дейін сандардың қосындысы. Мысалы 1 плюс 2, оған қосылған 3 деп кете берейік. Бірінші өткен тақырыбымыз біздің цикл do while болды. Do while туралы қысқаша ақпарат беріп кетті мына жерде. Бірақ қалай болатынын айтылмаған не код бойынша. Do while'ды жасайық. Енді do, көрдіңіздер ма? Фигуралы скобканы ашамыз, фигуралы жақшаны, и жанына while деп жазамыз. Енді I кіші және тең 10 деп. Өйткені біз 10-ға дейін сандардың қосындысын есептедік. Енді біз intке I-ды байқасаңыздар, I-дың мәнін циклдың сыртында счетчиктің мәнін 0 деп есептеп алдық, көрсетіп алдық. Жариялап алдық. Енді не істеу керек бізге? Бізге соның қосындысын шығару керек. Ол үшін бізге тағы да бір айнымалы керек. Int sum деп қоямыз. Оған 0 деген мән беріп қоямыз. Қосылып отырамыз. Енді I сумма тең суммаға сол біздің счетчиктің мәнін енгізіп отырамыз. Мысалы 0 саны, 1 саны деген сияқты кіргізіп отырып қосып отырамыз. Енді сумды қосып алдық. Енді бізге қосып алдықтан мынау сәйкес цикл деген әрқашан true болып кете береді ғой. Бізге сол циклдан шығу үшін, false-қа айналдыру үшін бізге мына счетчиктің мәнін өсіру керек. Сол үшін біз мына жерге I плюс қоямыз. Плюс қоямыз и мына жерге экранға cout sum деп жаза салайын, сумма плюс қосуды жазып кеттік. Сонымен запуск жасаймыз. Міне, көрдіңіз бе? 55. Сенбесеңіздер өздеріңіз қосып жазып көріңіздер. Бірден бастап 10-ға дейін сандардың қосындысы 4, 5, 6, 7, 10. 10 мен қосқан кезде. Сонымен бұл мына жерге жазып кетейін. While бойынша деп, я? Комментарий жазып кетейін. Do while. Енді келесі бізге while мен жаңа айтқандай міндет түрде шарт орындалу. Енді бізге айнымалы керек емес. Біздің ең соңғы айнымалымыз I 0-ден басталды да, бірақ 10-ға тең болып кетті ғой. Бірақ өзімізге біз аламыз да, қайтадан сол I int типке жасамай, бізге өткені айнымалы жасап қойдық қой. Біз оның счетчиктің мәнін қайтадан 0-ға ауыстыра саламыз. И және де сумманда айнымалысын счетчигін мәнін 0-ге теңестіріп аламыз. Мына жерге экранға соның қосындысы шықты. Сумма do while деп кішкене түсінікті болатындай жасайық. Өзімізге экран көрінетіндей. Енді жаңа айтқандай, бұл жерде do мен жұмыс істемейміз. Бұл жерде while деп жазамыз. Енді біз шарт қоямыз. Егер I мәні счетчигіміз 10-ға дейін болу керек, және тең болу керек. Онда ондай болатын болса, суммаға алдында өткен тақырыбын былай жазуға болады. Етіп, мынау нәрсе, мынау екеуінің аналогы. Соның қысқартылған түрі Java-да жазылған түрі. Міне, комментарий тастап кеттім сіздерге. Ctrl-L-ді басып үйреніп тұрамыз, әдемі көріну үшін. Енді біз мына шартымыз сумма 1 рет қосты, одан кейін тағы айымыз әлі 1-ге тең, 0-ға тең ғой. Ол 0 болып әрқашан true бола берді, ал бізге циклдан шығу керек болу үшін бізге әр счетчикті қадамымызды өсіріп отыруымыз керек біз. Сол үшін
біз тағы да жаңағы i++ қадамымызды бірге өсіріп отырамыз. Бірге өсірдік. Сонымен мына жазуда көшіріп аламын мен қайтадан. Мен мына жерге summa while деп методты кішкене әдебиет биту әдемі жасап қояйық. Программа запускать етеміз. Көрсеңіздер, міне while менде де 55 шығады екен, while менде де 55 шықты. Екеуінде де ешқандай өзгеріс болмады. Енді біз формен не аламыз? Формен айтқанда жаңағы айнымалыны счетчиктің айнымалысын int i деп жазған, мысалы, кітапта қарасаңыздар. Міне, көрдіңіз бе? Int i деп айнымалыны осы счетчиктің осының ішіне жазуға болады. Біздің мысалымызда мынау int деген айнымалыны сыртта жазылып кеткендіктен, біз оны int-ін жазбай қойсақ та болады, бірақ біз оның мәнін осы жерде нөлге теңестіріп алдық. Счетчиктің бірінші қадамын. Енді біз бірінші выражение орындалды. Енді біз оны салыстырамыз. Тең және 10 дейміз. Мынау екінші қадам. Екінші параметр аргумент ретінде. Мен біздің жаңағы әрбір қадамыз қанша қадамға өсіп отыру керек екенін айтылған нәрсе болғандықтан i++ деп жазамыз. Онда жаңа біз мына жерде мына циклдан шығу үшін әрқашан true емес false-қа айналдыру үшін біз бірге қосып отырдық. Ал мына жерде бұл счетчиктің қадамы 0-ден басталады, бірақ 0-ден мына жерде шарты и плюс деп отырамыз, и бізге соны қосып отырады. Қадамды бірге қосып отырады. Онда біз мына жерде аламыз да, мына sum i-ды не аламыз? Бізге i плюс керек емес, өйткені мынау жаңағы айтқандай выражение мне жаңағы үшінші нәрсе итерация жасап отырады. Бірге қосып отырады. Қозғап отырады ары қарай, өйткені біз қандай қадам бердік, бірге өстеді. Соны аламыз, мынаны бүйтіп қоямыз. Так. For деп сіздерге for, while, do while'ды да циклды өттік. Менде мысалы мына жерде 110 шығып кетті. Қателімізді іздейік. Неге 110 шығып кетті деп ойлайсыздар? Өйткені мен мына жерде сумманы мына алдыңдағы цикл 55 болып қалды ғой. Соны 55-ке 55 қосып жіберді. Сол үшін мен оны бастамастан бұрын сумманың айнымалысы мәнін 0-ге айландырып алуым керек еді. Міне көрдіңіздер ме? 55 деп шықты. Кітапта жаңа айтқандай 4 түрлісі бар деді циклдың. Міне 4 түрлі. И цикл выполняется до тех пор, пока булевское выражение true деп не қылды. Ол мысалы жаңа көрсетіп кеттім ғой, while'ды мысалы әрқашан true болып тұрғаны деп. Мынаны айтылып кетті ғой. Мысалы while или for'дың ішіне де true қойып кетсеңіз де болады. Мысалы for'да жаңа нүктелер қойдық қой, сол сияқты мысалы. Ол төртінші типінде цикл. Бесконечный цикл деп айтылады. Шексіздік циклы. Так, келесі жолы массив жайлы нәрсені қалдырайық. Массив жайлы үйренеміз. Ол келесі сабақ қалдырамыз. Енді YouTube'да жаңағы сұрақтарға бойынша жауап беруге жұмыс істейік. For each па? For each'ті ол қалай? Ол for each бұл жерде тек қана мынандай нәрседе істемейді сіздерде. For each деп терсеңіздер. Ол массивке байланысты жұмыс істейді. То есть бір массивтің жиынтығын бір элементке айландырады. Ол бұл жерде бұл forға қатты келеді деп айта алмаймын. Массивке байланысты болғандықтан мен бұл жерде алған жоқпын бұл тақырыпты. Көрдіңіздер ме? Мысалы мен массив құруым керек еді. Ол мына жерде кітаптан
Мысалы мынау мысалға әдемі келетін еді. Мысалы міне көрдіңіздер ме, мынау for each деп аталады. Массивтерді, міне массивті бір элементтен бөледі, сонда мына 1 деген мән болады, 2, 3, 5, 7 деп бөліп отырады да. Сол үшін мен массивке бөлек тақырып қалдырып қойдым. Өйткені мына циклдан сіздер білмейтін адамдар түсінікті болмау үшін массивті өтіп алып, одан кейін барып бөліп жинаудың нәрсесін үйреткім келді, итератор. Рет-ретімен өту керек болып тұрды бағдар. Так. Тек қана лист емес, массивтер, соған байланысты ол жинап, өйткені біз бір тек қана элементтер жиынтығын білген кезде ғана. Ал менің есебімде форда не туралы айтылған ғой, 1-ден 10-ға дейін сандардың қосындысы деп. Бұл 1 мен 10-ның арасында сандар біз қазіргі уақыт мысалды көрсеткенде массивте тұрған жоқ. Егер келесі жолы массив болған кезде, сол кезде қараймыз. Ерқанат Ташенің айтуы бойынша біз философия Java кітабынан оқимыз ба дейді. Оны да оқуға болады. Тек қана қай жерден қандай материал оқысаңыздар да бола береді. Мен айтқандай, өзіңіз қандай ресурстан іздеуге де болады. Мысалы, Брюс Эккельдің кітабына барып қайтсақ, біздің жаңа өткен тақырыбымызды іздейік. Міне, оларда управляющий конструкция деп айтылады. Жаңа өткен тақырыптарымыз бар ма, распределение. Мына жерде C#-тың true false қайтаратын айтылған if else қалай жұмыс істейді, жаңағы логикалық команда выражениеда, мысалы true или false, мысалы оны түсіндік, else деген түсіндік. Мысалы мына жерде кітабында тест валды деген методпен уже жасалып қойған. Бізге ол әлі түсініксіз болады. Тест деген методпен жұмыс істеуді үйренбедік. Мен сіздерге рет-ретімен асықпай тақырыппен алып келе жатырмын. Бұл кітапты жаңа 2-ші главадан бастап кеттік қой. 2-ші главаға кейін қайтадан қайтып келеміз. Жаңағы методтер деген не, сонымен байланысты тақырыптармен жүріп жұмыс істей береміз. Біз қазіргі уақытта ең оңай жолында жүрміз. Сонымен әрі қарай рет-ретімен оқысақ, сабақ әрі қарай күрделене береді. Мысалы, if-ті түсініп алдық, біз білеміз. Цикл дейді. Циклды да міне while, do while, for дейді. Циклистский командами деп айтады екен. Міне while'дың ішінде логикалық выражение болады дейді. Оның ішінде жаңа true болу керек. Мына жерде жаңағы 0-99 рандомный белгісіз сандармен жұмыс істеу. Do while дейді. Айтылған дейді. Единственное отличие цикла do while дейді состоит в том, что цикл do while выполнять по крайней мере единожды дейді. Қандай кітапты оқысаңыздар да, материалды оқысаңыздар, әртүрлі авторы әртүрлі айтады. Негізі біздің мақсатта түсініп алу. Дұрыс түсінсек, ол қай жердің кітабын оқысаңыз да ыңғайлы. Өзіңіз қалай оқысаңыз да ыңғайлы бола береді. For'ды жаңа айттық, инициализация деп. Мен счетчик деп айттым сіздерге. Счетчиктің бірінші мәні 0 деп тіркедік. Оның логикалық выражениесі ол true қайтару керек дедім. Шығып кету үшін не дедім? Шақ деген кезде әрбір счетчикке бір сан қосып отырдық. 0, 1, 2, 3 деп қадам жасап отырды деп айттым. Одан бөлек нені үйрендік? Мына жерде for each'терді 16-15-ші неді. Байқадыңыздар ма? Массивтер мен контейнерге арналған деп 16-ші және 17-ші главаға қалдырып қойған. Кейін болмау үшін. Көрдіңіздер ма? Түсінікті болу үшін. Сол үшін мен оның нәрсені қалдырып қойдым, for each'ке қайтып келеміз деп айттым. Break жайлы айтылған, if болды ғой, if жайлы айтылды, цикл жайлы айтылды. Бұлай қарасаңыз сіздерге өте қиын болғандықтан, ақырын жаймен. Мысал жаңа switch операциясы. Switch'ті командай выбор деп айтады деді, кейбіреулер жаңа мен айтқан кітабымда таңдау оператор деп. Көрдіңіздер ма? Мына жерде бірнеше альтернатива береді, бірнеше таңдау береді, соның қайсысы сәйкес келеді, соны шығарады дейді. Дефолт оператор, кейс, команда, break деп не қылған. Мысал жаңағы біз әріп бойынша, біз сан бойынша істедік, мына жерде әріп бойынша істеп отыр. Сонымен бітті.
экілді. Ол қай кітапта да, мысалы, енді официальный сайтына да, мысалы, кірсек те, Javaның официальный сайтына кірейік. Java tutorial. Oracle. Өзінің официальный сайтына кірейік. Міне. Мына жерде қарасаңыздар, Learning Java Language деген, мысалы, былай қарасаңыздар, жоқ, артқа айтайық. Міне, Language Basics'тің ішінде, міне, Expression, міне, бұларда ағылшын тілінде Control Flow деп аталады екен. If, then, else. Міне, жаңағы шартымыз true болса, онда мынандай нәрсе скоростын азайтып велосипедтің. If, then, else деген, мысалы. If, else. Көрдіңіз ба? Мына аударылмасы. Потом мына жерде жаңа өткен тақырыбымыз жаңағы лесинканың несі бар. Switch тұр, міне. Мысалы, мына жерде ай бойынша, мысалы, 8 деген нәрсені енгізсе, ол 8-ші ай бізде август деген жазу шығарып береді экранға. Мәні, міне, көрдіңіз ме? И былай қарасаңыздар да, бәрінде де официальный документациясында түсіндірудің несін жолдарын айтылған. Оның бәрін жазып көресіздер, стринг ретінде қолдануға. Сонымен, біз енді былай қарасаңыздар, массивке әлі келеміз, қайтып келеміз. Массив 58-ші беттен 62-ші бетке дейін. Даже 58-ші беттен 2-ақ бет қапты ғой. Оны бөлек қалдыру керек бізге, міндетті түрде. Оны жақсылап түсіндіру керек. Ол сабақ үшке жатады. Егер енді осыны бәрін үйренгеннен кейін, осыны бітірген, құдай қаласа бітірген соң, өзімізге өзіміз сұрақ қойып, мына жерде тапсырмаларды қарап көрсеңіздер болады. Міне, мысалы, матрицаны жұмыстармен тапсырмалар берілген. Содан кейін бар, мен класс пен метод деген нәрсе тақырыпқа өтіп кетеміз. Ал енді біздің өзіміздің жаңағы roadmap бойынша үйретемін деп айттым ғой сіздерге. Біз Java бағытымен жүргендіктен, Java бағытымен, біз basic синтаксис пен директив типі айнымаларды, осы екі нәрсені көрдіңдер ме? Conditional шарттар, емне loops, циклдар. Сонда 1, 2, 3, 4. 4 нәрсені үйрендік деп айтуға болады. И соған байланысты 4 нәрсені үйренгеннен кейін келесі сабақ, мына көрдіңдер ме? Function деп тұр. Біздің келесі сабағымызда класс и методы деп тұр. Міне, кітабымызда міне методтар, ота function деп тұр. Функциялар метод деп айтылады. Осыны өтеміз. Одан кейін бір структура даныққа жаңа массивтер өтеміз, массивті қалдырып қоямыз. Одан кейін класс деген не екенін, интерфейс, ОП, пакет деген не, потом файлдармен жұмыс істеу. Осыны үйреніп болғандықтан, мына ОП ең қиыны болады. Но басында сіздерге қиын болғанмен, кейін қайтып келсеңіздер, оңай нәрсе болып шыға келеді. Бәрін реттетін оқимыз. Одан кейін бір мынау getting deeper бойынша қиын жағына кетеміз. Осыны үйреніп болғаннан кейін біз уже үлкен проекттермен жұмыс істеудің уже веб фреймворктермен жұмыс істейміз. Вебке қатысты сайттар, мобильный приложениялардың бэкэндін жазудың жолдарын қарастырамыз. Так. Сонымен сабақ 1-дің жалғасы бітеді, массивті оқып болғаннан кейін. Сонда сабақ 1-іміз біздің толыққанды бітеді. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен жауап берейін. 10 минут. Видео сақталады. Видеоның жағынағы кіріп қарасаңыздар, мысалы, менің жаңа каналыма кірсеңіздер, өздеріңізге жаңа подписать етіп, лайк басып, подписка жасап қойсаңыздар, әрбір сабақтар шыққан сайын сіздерге трансляция келіп отырады. Трансляция деген жерге кірсеңіздер, мысалы, жалғасы деп не қылады, шығады.
кете берет. Сонымен сақтап көрдіңіздер ма? Java сабақ 1 директордың типі операторлар, и жалғасында келесі жолы массивті оқимыз. Сонда бірінші сабақ бітеді бізде. Толыққанды. Сұрақтарыңыз бар ма? Телеграмға жазсаңыз да болады, не болмаса неге жазсаңыз да болады. YouTube'ның чатына жазсаңыз да болады. Кодтардың бәрінен жағына, мен кодтарды сіздерге ұмытып кеттім ғой. Коммент жасауды ұмытып кеттім. Which Oops. Push жасадым. Не көрдіңіздер ме? Бәрі комментариймен тұр. Өздеріңіз керек нәрселерді ашып тексеріп жасап көрсеңіздер болады. GitHub'ымды мен группаға жібергем. Барлықтарыңызға. Онда мен каналға жазып жіберейін қазір. Бүгінгі Telegram каналға салып жібердім. Группада шығады автомат түрде. Roadmap бойынша C# па? Ізденген дұрыс па дейді. Қуаныш C# дейсің бе? Ол жерде тек қана бұл жерде бэкэнд бойынша жолдар таңдайсыздар ғой, мысалы C#ты мысалы. C# жоқ па мына жерде? Мына жерде өкінішке орай жоқ екен. Мен айта алмаймын. Міне Coordinate бар екен C#тың негізі. Веб жасауында. C# оқы деп тұр. База данықты үйрену. ORM, ASP.NET Core'ды үйрен дейді. C#ның roadmap'ы жоқ екен. Computer Science дейсің бе? Мен CS десе C# тоқым. Computer Science'та мен мысалы білмеймін, қазір сіздермен бірге қарап көрейік. Мен мына жерде Computer Science көрмей тұрмын ғой. Backend, blockchain. New дейді. Computer Science бойынша, мен мысалы программистер мамандығы, мысалы мына жерде кез келген тілді оқу, мысалы C#, Rust, Go, Python, Java, мысалы біз Java бойынша направление кетеміз. Одан кейін мысалы қарасаңыздар массивтен жұмыс істеу, структура данық деген нәрсе біз Java'да болды ғой, сонымен байланысты жұмыс істеу. Жаңа notationдар, big annotation, жаңа математикалық жолмен қайсының жаңағы структура данық жылдам істейді. Сортировканың алгоритмдері мысалы bubble sort, жаңа пузырьковый көпіршікті сортировка, таңдау сортировкасы, қою сортировкасы, keep бойынша жұмыс істеу, жылдам сортировка, сорттың несі бойынша. Мынау графтар теориясы, бұл же информатика, бұл компьютер сайенс бойынша. Листтер қалай жұмыс істейді, мысалы структурадан
бинарный ағаш дегеніміз не, полностью бинарный ағаш дегеніміз не? Вот, ол уже бұл сіздерге жаңағы компьютерный наука кетесіздер. Біз мысалы Java backend бағытын датабейсті оқимыз, нетворкті оқимыз, бірақ біз астырты үстіртін оқып кетеміз да, бізге өзімізге керек нәрсені. Бұл нәрсемен уже өз уақытысымен уже үйренесің. Егер мамандығың компьютер сайынып болса, оқи берген дұрыс. Иә, структура даналықта болады, өйткені мен жаңа сіздерге Java бойынша көрсеттім ғой. Мына жерде қарасаңыздар, міне, бұл ауыр тема болады. Қай кезде ол дата структураны бір айналып кіреміз, потом open оқып болғаннан кейін қайтадан қайтып келеміз дата структура даныққа. Big annotation мен бәрін мысалдарын қарап, ол қайсысы жылдам істейді, қай кезде қайсысын қолданған дұрыс, соны. Ол ретімен, бірақ рискі болмайды, асықпай болады бәрі. Кезек-кезегімен ғой. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Егер бізге сондай жазбау үшін біз мен каналға Google Meet па бірдеңе жіберуге болады. Или не болмаса мен өшіріп, YouTube'ды өшіріп, не жасасам болады, мысалы, Telegram'ның өзінде нәрсе бар. Live stream деген нәрсе бар. Оны білмейткем, сіздер сұрай аласыздар ма? Не болмаса Google Meet'ке сілтемен жіберем. Сол сілтемеде сұрақ қойсаңыздар болады. Өздеріңіз варианттарды предлагать етіңіздер. Қалай болған дұрыс, соны айтып отырсаңыздар, мен нәрсені әрқашан қолданып отырамын. Тағы да сұрақтарыңызды айтыңыздар. Базадан қайсы бағыты бойынша Postgres, MySQL дейді. Бұл жерде бэкэндті базадан үйренген кезде, мысалы, мына жерде ORM деп үйренеміз JPA бойынша. JPA бойынша үйренген кезде сендерге мына жерде не бар, не айтылмапты ғой? NoSQL қайда? Қазіргі уақытта MySQL мен PostgreSQL көп, өйткені олар тегін болғандықтан. Одан бөлек Microsoft SQL логосы үйретеміз, Oracle мен жұмыс істеуді үйретеміз. Ол бір тақырып бойынша кетеді да. Мен соған мысалдарын көрсетіп кетемін. Одан кейін барып, жаңа MongoDB неше түрлі база даналықтармен жұмыс істеуге арналған нәрселерді айтып кетемін. Онда не болмаса мен қазір сілтеме жіберейін. Жаңағы сұрақтарыңыз, онлайн сұрақтарыңыз болса, мен жіберейін қазір Google Meet'қа. Қосылам деушілер қосылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейін. Сабақты аяқтаймын. Қазір онда мен қосылатын адамдар қосылыңдар, мен эфирді аяқтаймын. Бірақ каналға жаңағы өткен сабақтың жауап берем, сұрақтарыңыз болса. Қазір канал эфирді аяқтайын.